Құрметті ұстаздар, сәлеметсіздер ме барлықтарыңызға? Ақырында бастай берсек, қалғандары жаңа ссылкалар арқылы кіре береді. Таныстырып өтсек, біз Едата платформасынан, есімім Аяулым. Қазіргі кезде барлықтарыңыз білесіздер, біз Google және де Canva қосымшаларының Қазақстан бойынша ресми серіктестігі болып табыламыз. Және де бүгінгі мастер-классқа бүкіл жаңағы Қазақстан бойынша ұстаздарға жібердік. Жаңа барлық региондардан қосылып жатыр. Және де бұл жаңа құралдар бойынша біз Қазақстан бойынша барлық облыстарға қостырып жұмысты бастап жатырмыз. Және де бізде алғы жылы инструменттер бойынша бізде конкурс өткен болатын Алматы қаласында және де Атырау қаласында. Ендігі сол конкурстың жеңімпаздары қазіргі кезде мастер-класста өздері сабақ жүйесінде жасанды интеллект құралдарын қалай қолданып жатыр, қандай процесте, сол бойынша сіздерге қысқаша көрсетіп өтетін болады. Сіздерге өте жаңағы көмектеседі және де сабақ бойынша өте қызықтыра әсер аласыздар деп ойлаймыз. Рахмет сіздерге. Енді келесі сөзді Сымбат ханымға берсек. Сіз осындасыз ба? Иә, мен осындамын. Жақсы, мен қазір демонстрацияны өшірейін. Жақсы, армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті мастер-классқа қатысушылар. Мен Алматы қаласы Әуезов ауданы номер 173 мектеп лицейінің тарих пәнінің ұстазы болам. Және де былтырғы өткізілген желтоқсандағы осы Едатаның ұйымдастыруымен өткізілген конкурстың жеңімпазы боламын. Жалпы бұл конкурс маған өте көп мүмкіндіктер ашты. Мен тек қана мұғалім ғана емес, сонымен қатар өзімнің қаншалықты шығармашыл тұлға екендігімді осы конкурстың арқасында білдім десем болады. Мен қазір сіздерге демонстрация экраны жасау арқылы ең басында өзімнің жұмыстарыммен таныстырғым келеді, одан кейін анимацияларды көрсетіп өтем. Жалпы Canva-ны біз бұған дейін үнемі тек қана презентация жасау үшін қолдансақ, қазіргі күнде Canva деген Instagram желісіндегі посттар, одан кейін бейнематериал жасау үшін өте кең көлемді бізге дизайн түрлерін және де өте кең көлемді мүмкіндіктер береді. Мен бұған дейін видеомонтаж жасайтынмын, және де ол кезде көбінесе ақылы платформалар қолданатынмын. Ал қазір бірінші айтып алайын, одан кейін қосамын. Ал қазір яғни Canva арқылы мен көптеген жаңа мүмкіндіктер аштым десем болады. Қазір ең алдымен сол өзім жұмыстарымды көрсетіп кетіп, одан кейін сіздерге таныстыратын жұмыстарымды айтып өтемін. Көрінді ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Кешірім өтінемін, техникаға байланысты, осылай қосылуыма тура келіп тұр. Енді көрініп тұрса, одан әрі жалғастырайын. Естіліп тұр ғой, иә? Естіліп тұр. Иә. Жақсы. Мен ең алдымен, жаңағы өзім жұмыстарымен таныстырып өтем дедім ғой, ең алдымен жалпы осы конкурсқа қатысқаннан кейін маған өте көп мектептен тапсырыстар түсіп бастады. Енді бұл мен жарнамалау ретінде емес, керісінше сіздерге мотивация болсын, мұғалімдіктен қосымша табыс табу ретінде осыны көрсетіп өткім келеді. Мен Ыбырай Алтынсариннің Киіз үй мен ағаш үй деген ертегісін бастауыш сыныптардағы осылай Canva мен жасанды интеллектті қолдану арқылы жасадым. Енді кішігірім үзінді көрсетейін сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін. Киіз үй мен ағаш үй. Ыбырай Алтынсарин. Ертеде екі адам дос болыпты. Біреуі орыс мұжығы, екіншісі қазақ екен. Екеуі қазақтарға киіз үй, орыстарға ағаш үй жасап, көп табыс тауып жүреді. Яғни бұл жерде артқы фондағы суретті мен Google Gemini арқылы жасап алдым. Одан кейін осы элементтердің бәрін Canva-дағы элементтер бөлімінен алдым. Енді екіншісі бұл табыс табу деп айтып жатырмыз ғой, қазір көбінесе онлайн шақыртулар, WhatsApp арқылы жіберу,
сол онлайн шақыртулар кең таралып жатыр ғой. Сондай онлайн шақыртуды да Canva арқылы жасаса болады. Дайын шаблон, көптеген дайын шаблондар бар. Қазір кішкене азайтайын дауысын. Иә, жалпы көріп отырғандарыңыздай, мына оң жағындағы шақыртуды балабақшаға жасадым, сол жағындағы шақыртуды жеке осы Instagram желісі арқылы мен тауып алып жасатқызған болатын. Сонымен қатар мен шағын метражды, қысқа метражды осындай мультфильмдерді де осы Canva'да бейне редактор арқылы осындай шағын видеоларды да жасауды үйреніп алдым. Енді жеңіл бір анимация түрін көрсетіп өткім келеді. Сабақтарда қолданамын деп жаңа айтып кеттім ғой, сол себепті міне жеңіл анимация түрі бірінші дайын үлгісін көрсетем, одан кейін бұны қалай жасалды, соған тоқталамын. Енді бұл жерде ең алдымен біз жазық даланың суретін алу керекпіз. Жазық даланың суретін элементтер бөліміне өтіп, осы жерге мен жазық дала деп жазамын. Мінеки ең алдымен артқы фонды таңдап алдық. Фонды таңдағаннан кейін бізде гүлдер қажет, астына орналастыратын. Бұны да элементтер бөліміне гүлдер деп жазамыз. Гүлдер. Графика бөліміне өтіп, осы бізге қажетті гүлдерді тауып аламыз. Бірінші гүліміз, екінші гүліміз. Енді бұл гүлді бірінің артына бірін орналастыру керек. Мысалы, екінші гүліміз бірінші гүлден жоғары орналасқан. Сол себепті позицияны басып, артқа деп. Қатты артқа кетіп қалды, иә, қазір. Бір қадам алған міне. Яғни осылай көшіріп, позиция, кері бағытта, екінші гүлді көшіріп, позиция, кері бағытта. Осылай гүлдерімізді салып аламыз. Енді бізге ара қажет. Ара гиф деп іздесек, қозғалатын ара табылады. Бұны тез қозғалту үшін. Енді араны тауып алғаннан кейін, бұны біз кішірейтеміз. Бұл енді бізде солдан оңға қарап тұр ғой. Бұны біз, кешіңіздер, оннан солға қарап тұр. Енді біз солдан оңға қарай ауыстыру керекпіз. Төңкеру, көлденеңнен аудару деген батырманы басамыз. Араны бізге керекті жерге орналастырамыз. Яғни араның ұзақтығы, міне қараңыздар, осы жолақ арқылы біз араның мына видеодағы ұшып өту ұзақтығын көреміз. Бұл араға енді анимация қосу керекпіз. Көптеген адамдар сұрайтын анимация, ол осы Canva'ның ерекшелігі, анимацияны өзіңіз жасай аласыз, қозғалысты өзіңіз бересіз. Қандай қозғалыс жасау керек? Мысалы, ара өстіп ұшу керек болса, осылайынан араны ұшырып жібересіз. Мінеки, арамыз ұшып шықты. Мына жерден қозғалыс стильдерін түзу, тұрақты, яғни өзіңізге қажетті етіп өзгертіп аласыз. Енді бізде осы гүлдердің үстінде көбелек болды, иә? Көбелек. Киф деп жазсаңыздар, қозғалыстағы көбелек шығады. Мінеки, гүлдер көбелекті алды. Енді біздің көбелегіміз жоғары қарай ұшып кету керек. Бұған да анимация қосамыз. Сөйтіп, жоғары қаратай осылайынан ұшырып жібереміз. Қараңыздар, ара мен көбелек бір мезгілде ұшып шықты. Енді бұл көбелектің ұшу уақытын осы жерден реттеп отырсақ болады. Қысқарту немесе ұзарту арқылы. Мінеки, бізде ара тура жетейін деп қалған кезде көбелек шығады. Немесе ара өтіп кеткен соң көбелек шықсын, иә? Қараңыздар. Мінеки, ара ұшып өтіп кетті, енді бізде көбелек шығады. Енді тағы да бір өте маған керемет ұнайтын Canva'дағы ол жаңағы фишкалардың бірі, бұған дыбыс қоссақ болады. Мысалы, ара деп жазамыз да, фотосурет, мына жерде аудио бар.
араның аудиосы, мына жерде түрлі бізге қажетті аудиолар, дыбыстар. Екіншісін таңдап көрейік. Міне осы бізге келетін сияқты. Осыны қоямыз. Жақсы, енді тыңдап көріңіздер. Так. Мінекей жалпы демонстрацияң қазір. Остановить показ. Мінекей жалпы Canva-мен жұмыс жасау өте жеңіл. Бұл мен сіздерге анимацияның енді уақыттарыңызды ұзақ алмайын деп анимацияны өте жеңіл түрін жасадым. Сонымен қатар мен өзім Telegram каналымда қосымша видеолар жасаған болатын. Егер сондай осы Canva-мен жұмыс жасауды одан ары үйренгілеріңіз келсе, мен осы видеолардың бәрін сіздерге беруге дайынмын. Ол үшін менің номерімді организаторлардан алсаңыздар болады, немесе организаторларға мен Telegram каналға сілтемені бере аламын. Бәрі тегін түрде, жарнама деп ойлап қалмаңыздар, сіздерге қосымша, мысалы маған қандай мүмкіндік берсе, сіздерге де сондай мүмкіндік берсін деген оймен айтып отырмын. Мен болдым, егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Қымбат ханым, рахмет сізге көп. Сұрақтарыңыз бар ма? Каналыңыздың атын айтып жібере аласыз ба саламатсыз? Каналдың мен Телеграмда жүргізем, ал Инстаграмда әлі жүргізіп жатқан жоқпын. Инстаграм неде? Сымбат Қанатқызы деген, бірақ та ол жерде әлі жүргізбеймін. Мына жерде асты Телеграм жабық чат бар. Телеграм ала аламыз. Жазып қойсаңыз болады. Иә, Телеграм канал онда қазір астына жіберейін. Бұл Телеграм каналдың жақсы, сіздер өздеріңізде қай кезде уақыт болады, сол кезде көре аласыздар. Сіздерге жалпы осы қатысушыларға тегін түрде доступ беремін. Қазір жіберіп қоямын. Менде болды. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, өте көп рахмет. Сымбат ханым, сізге де көп рахмет. Өте қызықты өтті. Негізі Сымбат ханым Алматы қаласы бойынша өткен конкурстың жеңімпазы, бірінші орын алған кісі. Енді келесіде бізде 2 қалада өткен болатын, Алматы және де Атырау облысында. Ендігі Атырау облысы бойынша бізде бірінші орын алған кісі бұл Айгерім Төлегеновна. Сізге сөз берейін. Осындасыз ба? Иә, осында. Аха, жақсы. Менде не болмайды, демонстрация экраны болмай тұр.